Ассаламу алейкум, ел жұртым, амансыздар ма? Мынау енді Лимон маркетплейс бомба болып жатыр. Қазір дейтін вообще жарып жатыр десе болады. Неге десең, осыдан 5-6 ай бұрын, даже 5-6 ай, 7-8 ай екен Қазақстанға келгелі. 7-8 айдың ішінде қаншама жұмыс жасалды. Кеше сол Алматыда үлкен форум өтті. Үлкен форумда бар, өз көзімізбен көрдік. Ең жоғарғы деңгейде отыр. Неге десең, бұрын сетевой компанияларда нелерде болып жүрміз ғой, солардан бағанағы осындай форумдарын көріп жүрміз. Ал енді кешегі деген ойламаған жерден бұлай жасайды деп ойлаған жоқпыз негізі. Лимондікін вообще ешкімді шаршатқан жоқ. Ана жерінде бүткіл адамның барлығы да керемет көңіл күймен барлығы да болып жатыр ғой. Шоу да болып жатыр, құттықтау да болып жатыр, би де болып жатыр, тойдағыдай неше түрлі тамақ та болып жатыр. Барлығы да бір неде бір волнада болды десе де болады. Енді сол жердегі түйін қандай түйінге келдік? Яғни бұл жерде маркетплейстің болашағы. Қазір заманды көріп отырмыз. Маркетплейстер жаулаған заман. Неге десең, традиционный бизнестер уже қалып келе жатыр. Сауда орталықтардың көбі банкротқа кетіп жатыр. Неге десең, халық маркетплейстарға көшіп жатыр. Ал енді бұл маркетплейс келген кезде ертең не болады? Басқа маркетплейстерді жұтып қояды. Біріншіден заводтың бағасымен, екіншіден склад өзіміз елімізде болады. Мына Атырауда, Қазақстанда болады склад. Үшіншіден доставка сол бағанағы алған сумның ішінде, яғни арзан жоқ десе де болады, тегін деп десе де болады. Доставка тегін. Төртіншіден өзінің бренді болады. Лимонның өзінің бренді. Телефон, телевизор, бәрі Лимон деп шығылады. Бесіншіден бұл жерде лотереялар ойнатылады. Яғни машинаға дейін ойнатылады да. Енді сол кезде не болады? Бүткіл халық ертең бұл жерде потребитель боламыз. Адамдар бағанағы бір зонипасын сатып алып жатыр да, даже машина ұтып кетіп жатады да. Сондай мүмкіндіктер болады. Ал енді маңызды нәрсе акционер болу. Яғни сол жердегі дивидендтен ақша алып отыру. Дүние жүзінде жүріп жатса, саған дивиденд түсіп отырса, керемет емес пе да? Кеше Қырғызстанда сауда басталып кетті уже. Мынау енді алда болашақта болады, мынау деп отқан нәрсе емес. Енді действительно уже кеше сауда басталды, көп болған жоқ. Сол саудалы болып отқан тек қана Бишкектің өзінен дивидендтер біздегі алда болашақта түсіреміз деп отқан жоқ. Сол бойда төленіп жатыр да, сол бойда төленіп жатыр. Ал оның өзі керемет нәтиже енді. Ал енді алда уақытта уже келесі жылы Қырғызстанның бүткіл қаласында болады, Қазақстанның бүткіл қаласында болады. Келесі жылы 2026-та. Сол кезде уже күніне $200 кем болмайды. Ал алда уақытта 52 мемлекетте жүргенде, сол кезде $2000 жоғары.